Армысыз ағайын, қайырлы кеш, есен амансыздар ма? Бүгін қамауда жатқан тәуелсіз журналист Думан Мұхаммедкәрімнің алғашқы сот отырысы қашан өтетіні белгілі болды. Амандық болса, 12 ақпан Алматы облысы Қонаев қаласы қалалық сот ғимаратында сағат 10:00-де өтеді. Сот процесі ашық өтетінін айтқым келеді. Яғни ашық сотқа Думан Мұхаммедкәрімнің туыстары, достары, қолдаушылары, қоғам белсенділері барлығымыз барып қатыссақ болады. Осы жерде осы Заман YouTube арнасының көрермендері және Думан Мұхаммедкәрім не дейді YouTube арнасын негізін қалаған өздеріңіз де жақсы білесіздер. Сол не дейді YouTube арнасының көрермендері Думан Мұхаммедкәрімді орны түрме емес, Думан Мұхаммедкәрімнің тәуелсіз журналистің орны бостандықта дейтін азаматтардың барлығын осы сот процесіне шақырғым келеді. Тағы да ескеріп айтайық, сот Алматы облысы Қонаев қаласы Абай көшесі 5-ші ғимаратта орналасқан Қонаев қалалық сот ғимаратында сағат 10:00-де өтеді. Хабарласыңыздар. Алматы қаласынан амандық болса, көлік ұйымдастырып, барлығымыз осы Думан Мұхаммедкәрімге араша сұрайық, ашық сот процесіне барып қатысайық, қолдайық.